Баршаңызға сәлем. Маған жиі аналардың қоятын сұрағы, баламның жөтелі кетпейді, қалай емдеуге болады деген сұрақтарды жиі қояды. Ендеше жөтелді талқылайық. Жалпы жөтел дегеніміз бұл рефлекс, яғни тыныс жолындағы бөгде зат, қақырықты шығарып, тыныс жолдарын ашу мақсатында жасалатын организмнің қорғаныштық рефлексі. Егер жөтел болмағанда, қақырық, шаң-тозаңның барлығы тыныс жолдарын бітеп, не боларын елестете беріңіз. Сол себептен жөтел бізге дос, жөтел болғаны дұрыс, керісінше жөтел болмағаннан қорқу керек. Жөтел көбінесе ангина, ОРВИ-дан кейін вирус бактериялардың тыныс жолдарына өтуінен, бронхтың ішкі кілегей қабатына инфекция түсіп, жергілікті иммундық жүйе бактерия вирустарды жұтады, соның әсерінен өлген инфекциялар қақырыққа айналады. Осы қақырықты шығару үшін жалпы бізде қорғаныштық рефлексіміз жөтел пайда болады. Жөтел кезінде біріншіден, балаға жөтелге қарсы жөтелін тиятын дәрі бермеңіз. Аптекадағы қақырықты жібітетін дәрілерді берсеңіз, балада одан сайын қақырық көбейіп, оны ересек адамдар сияқты өздігінен шығара алмайды. Керісінше, қақырық көбейгеннен бала тұншығады. Себебі балаларда жөтелу рефлексі ересектермен салыстырғанда әлсіз болып келеді. Екіншіден, баланың жөтеліне мән беріңіз. Жөтелі құрғақ па, әлде ылғалды ма? Ылғалды деп отырғанымыз, яғни балада қақырық бар жоғы. Егер қақырық бар болатын болса, онда жөтел ылғалды болып есептелінеді. Егер балада құрғақ жөтел болса, жиі баланы таза ауаға шығарыңыз. Балаңызды ылғалды ауада көп жүргізіңіз. Үйді ылғалды желдеткіштермен желдетіп отырыңыз. Жиі су беріңіз. Себебі көп мөлшердегі су қанның сұйықталуына келеді. Қан сұйықталса, қақырықта сұйық болып, қақырықтың шығуы тез болады. Егер балаға су аз беретін болсаңыз, қақырықта қоюланып, бронх қабырғасына жабысып, қақырықтың ажырауы қиын болады. Жөтелде жабысып тұрған қақырықты шығарамын деп, балада қайта-қайта рефлексті жөтел бола береді. Үшіншіден, балаңызға ингаляция жасаңыз. Қарапайым аптекадан 0,9% физраствормен, яғни тұз сумен ингаляция жасаңыз. Ингаляция құрғақ жөтелді ылғалды жөтелге айналдырады, ал ылғалды жөтелдің жібіп тез шығуына көмектеседі. Төртіншіден, тағы да бір ескере кететін жағдай, балада кейде жөтел бронхтардан емес, ОРВИ ауруынан кейін мұрыннан су ағуына байланысты, мұрын суы тамаққа түсіп, тамақты жыбырлатып, рефлексті жөтел тудырады. Яғни бұл жөтел төменгі тыныс жолдарынан емес, жоғарғы тыныс жолдарынан шығып тұрған жөтел. Мұндай жағдайда ингаляция балаға жасамайсыз. Тек баланың мұрын қуысын қарапайым 0,9% физраствормен, яғни тұз сумен шайып отырасыз. Соның әсерінен мұрын қуысы кеуіп, мұрыннан аққан су тамаққа түспейді, рефлексті жөтел болдырмайды. Баршаңызға соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Дендеріңіз сау болсын, балаларымыз ауырмасын. Каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәрігер-терапевт Әсел Алдиярқызы.